Шестеро полицейских тащит меня. Вот Казахстан осындай. 15 участок. Кешіріңіз, Наксы 2 бюллетень тастап жатыр. Наксы 2 бюллетень тастап. Сіз отырыңызшы. Сіз не еттіңіз? Отырыңыз. Жоқ, мен кезек жасапқан жоқ. Орныңызға отырыңыз. Мен сіз кірген кезде ескертіп айттым ғой таңертең. Сіз орныңызға отырыңыз. Кешіріңіз, мен участок бойынша еркін жүре аламын. Жоқ, Бұл заң отырыңыз. неге қарастырылған жоқ, маған Жоқ, екі сіз сөйлемеңіз. маған кедергі істеп жатсыз қазір. Керісінше айтып жатырмын да, мына кісі 2 бюллетень лақтырып жіберді, мен оны видеоға түсіріп алдым. Кім 2 бюллетень лақтырды? Мына кісі. Қай кісі? Міне мына кісі сөйлеп тұрған. Қайсы кісі? Неге 2 бюллетень лақтырды ол кісі? Жалғыз өзі 1 бюллетень алған кісі ол кісі. Мен видеода түсіріп тұр. Жоқ, сіз видеоны көрсетіңіз. Мұның белгіленген бала. Кімге? Не трогайте меня, пожалуйста. Вы вот 6 полицейских пришли, чтобы меня отсюда... Не трогайте мой телефон. Они применяют ко мне силу. Они применяют ко мне силу. Вот, вы не показали... Ай! Дайте я ознакомлюсь. Я сейчас, вы мешаете наблюдение за выборами. Вот вы мешаете, вот вы сами мешаете. Как я наблюдаю за выборами? Вы пришли? Нет, я не ознакомилась. Здесь конкретно не написано, что я сделала. Все остальные сидят спокойно. В данный момент мешайте. Проследуйте, Нет, пожалуйста. Смотрите, вы меня не толкайте. Все, пойдемте. Не толкайте меня. Вы за меня не держитесь, проследуйте, пожалуйста. Я отсюда не уйду. 6 полицейских тащит меня. Вот Казахстан осындай. Вы знаете то, что за нарушение закона о выборах вы можете сесть 4 года в тюрьму? Да, конечно. Проследуйте, девушка. Тағы да Наурызбай ауданы тағы да сол заң бұзушылық қой бізде. Амансыздар ма? Біз тәуелсіз бақылаушылар ұйымының заңды тұлғасы төрағасы. Жоқ, одан бұрын мысалы осы жерде акт толтырды ма, біз танысақ бола ма? Учаскеде акт толтырды ма? 2 адам қол қойды ма оған? Заң бойынша заң Учаскеде акт толтырды ма? Бар болса, кішкентай қарай тұрсаңыз. Сұрақтарыңыз болса? Жоқ, акт толтырды ма жалпы? Толтырды. Қайсы актімен танысайық? Сіз таныстыңыз ба актімен? Менің вариантымды берген жоқ. Өздеріңіз ұстап. Яғни жоқ, сіздің актіңіз ескерген жоқ. Берді, мен қазақша. Жоқ, тоқтаңыз, сұхбат алып Мен алайық. қазақша. Итермеңіз, кім жұлқымаңыз, күш қолданбаңыз. Мен қазақша талап еттім, маған Күш жоқ. қолданбасаңыз Өзіңіз аударып аласыз Мен деді. Сосын учаскеден мені күштеп алды полиция, алып кетті, сүйреп. қазір қайда алып барғансыздар? Жоқ, азаматтар ұялсаңдаршы, жылда болатын дүние ғой бұл. Бақылаушы ешқандай заң бұзған жоқ қой бақылаушы. Міне. Итеріп бәрімізді. Полное право имеет.